Бүгін Дана ханым келді, в общем, ақша пішен. Бұл Дана Күбентаева инвестиция, қор нарығы және трейдинг бойынша эксперт. Инстаграмда 200-нан аса оқырманы бар. Табады. Бәрін біледі. Бұл жаңа формат, лично өзім бір тест істеп көргім келіп жатыр. Нормально ақша табатын кісілерді шақырамда. Инстаграм, социальный сети арқылы қалай ақша табуға болады, соны сұраймыз. Мини курс форматында болады. Мен өмірін, травмасын, несін сұрамаймын, мен чисто сабақ сұраймын. Қалай тез байып кетсем болады. Логика осындай. Дана ханымды туралы толыққанды негізі таныстыраман. По идее, Инстаграм мына жерде белгілеп кетеміз. В общем, мощный. Кіріңдер, көресіздер. Сразу бастап кетеміз, а? Сразу. Давайте мен Инстаграм жаңадан бастап отқан адам, социальный сеть арқылы қайтып байысам болады. Негізі менің ойымша кез келген адамның өзінің бір сильный сторонасы болады. Мысалы, мен инвестициямен айналысқан жақсы көремін. Қор нарығын жақсы көремін. Ол менің сильная сторонам. То есть осыны мен курсқа айналдырып, Инстаграм арқылы ақшаға айналдырсам болады. Негізі менің ойымша кез келген адамның 4 табыс көзі болу керек. Мысалы, мына орындықтың 4 углы болады ғой. Сол сияқты кез келген адамның 4 табыс көзі болу керек. Және оның біріншісі инвестиция болу керек, екіншісі ол обязательно Инстаграм, яғни жеке бренд. Неге? Себебі кез келген адам өзінің білетін қабілетін жеке брендке айналдырып Инстаграм арқылы сата алады. Ол мейлі товар болсын, ол мейлі курс болсын. Кез келген адам, тіпті слесарь болсын, чернорабочий болса да, Инстаграмы жеке бренді бар болатын болса, ол адамды табу оңай болады, ол адамда клиент көп болады. Мысалы, мына жерде бір қандай да бір бизнес болса болады, мына жерде бір актив болсын, мына жерде бір пассивтар болсын, мынау инвестициялық портфелі болса, мынау жеке бренді болу керек міндетті түрде. Себебі сен егер де осы балансты сақтамайтын болсаң, тек қана мысалы бір кәсібің бар болатын болса, тек сонымен ғана байып кету өте қиын. Мынау жағың дұрыс болмаған кезде, мына жағың сені құтқарып отырады. Мынау дұрыс емес кезде, мынау құтқарып отырады. И осы круговорот әрдайым қайталанып отыру керек. Мысалы, мынау не? Актив деген? Актив, мысалы, қандай да бір жалпы бізде актив пен пассив бар ғой. Актив ол сен жұмыс жасап ақша табатын жұмыс. Мысалы, сен бутигің болуы мүмкін. Или, например, сен барып камерамен жұмыс жасап, бір продакшнда жұмыс жасау мүмкін. Мысалы, біздікі продакшн болатын болса, жұмыс істесең ақша түседі. Ол актив. А пассив деген ол мысалы қандай да бір квартира, машина, немесе коммерческий помещенияны арендаға өткізіп, жұмыс істемей ақша келіп отыратын болса, ол пассив болады. Хорошо, түсінікті. Ал инвестиция? Инвестицияның өзі бізде акция, облигация, ETF-тар және шикізат болып бөлінеді. Gold деп жаза салайын. Жаңағы мұнай, алтын деген сияқты. Инвестициялық портфель не үшін керек? Бұл бізде жалпы қысқа және ұзақ мерзімді болып бөлінеді. Мысалы, 3 айлық инвестиция болуы мүмкін, немесе 3 жылдық инвестиция болуы мүмкін. Сол срогына қарай мына құрылымдарды жинақтайсың. Мысалы, акциядан 30%, сен жалпы бюджетің 100% болатын болса, акцияға 30%, облигацияға 40%, мысалы қалғанын мына екеуіне бөліп салсаң болады. Ол сенің мақсатыңа қарай. То есть 3 айда сенің мақсатың қандай, 3 жылдағы мақсатың қандай. Соған қарай инвестициялық портфель құрасың. То есть сен қаржыңды басқарған кезде, мысалы сен постоянно 24-те 7 жұмыс жасап, байи алмайсың ғой, дұрыс па? Мына жақтан түскен ақшаны инвестицияға аударуға болады. Инвестициядан көрген пайдаңды пассивке айналдыруға болады. Пассивтен түскен ақшаны, мысалы, Инстаграмға салып, осының барлығын x10 жасауға болады. Кайф, күшті. Давайте. Қызық болды. Енді давайте личный бренд жайында толығырақ өтейік. Инстаграмнан мүлде алыс адам келіп, жеке брендмен қалай айналысам деген сұрақ туындаса, мысалы, мен ол кісіге айтатын едім, ең бірінші, прям өзің кайфовать ететін бір адам тауып алу керек. Өзің кайфовать ететін бір адамды тауып аласың. Например, ол условно бухгалтерия, например, Көп адамдар ойлайды, ол мен бухгалтермын, бухгалтерлар өте көп, мен кімге керекпін деген сияқты. Например, сен бухгалтериямен айналысқың келеді, сен бір адамды тауып аласың, который уже осы салада бар, жеке бренді жасап жүрген, продукттарын сатып жүрген бір адам тауып аласың. Екінші, сол адамды просто 100%-ке изучать етесің. Үшінші, сен сол адамна изучать еткеніңнен өзіңе қажетті бір 30-40%-ті аласың. 30-40%-ті өзіңе аласың. То есть, если сен бухгалтер болсаң, плюс-минус сен осы адамға ұқсайсың. Бұның жасап жатқан жұмысын 30-40% өзіңе аласың и внедрять етіп бастайсың. То есть, сен бірінші не шығара аласың,
екінші оны жасау үшін саған не керек, үшінші саған қандай срокта жасау керек, төртінші сенің мақсатың не болады. То есть мына продукт, например, осы продуктты шығарған кезде түпкі мақсатың не болады. То есть мысалы условно там тоже бухгалтерияны үйренгісі адам келеді, ол 0 мына жерге келген кезде ол там кәсіби дәрежеде бухгалтер болып шығу керек деген сияқты. Сен мына жерден алған дүниеңді полностью осы жерге внедрять етесің. Сосын соған байланысты контент жасап бастайсың. Осы жерде мен прям айтқым келеді, көп адамдар контент деген кезде қиналып бастайды. Не түсірем, қалай түсірем, бірдеңе, мен қолымнан келмейді, ол адамдарға ұнамай қалса ше деген сияқты. Мен ойымша контент ол просто сенің өмірің. То есть сенің өміріңде не нәрсе болып жатыр, соның бәрі контент. Просто контенттің өзін жүйелеу керек та, жаңағыдай жұмыс, үй, бала-шаға, экспертность жақ деген сияқты. То есть жүйелеп алу керек та. И соған қарай, мысалы, мынадан былай қарай эффект ромашки деген бар ғой. Осылай қарай тарқай беру керек. И одан кейінгі нәрсе ол сенің ортаң. Мен өзімнің сабақтарымда, подкасттарымда әйтеуір всегда айтам, күніне 1 сағат. 1 сағат уақытыңды өзіңнен ақылды адаммен сөйлесуге арна деп. То есть, если оны офлайн таба алмасаң да, онлайн тауып алу керек ол адамда. И подкаст тыңдау керек, не болса прямой эфир тыңдау керек деген сияқты. Тым болмағанда бір пайдалы ақпаратты оқуың керек 1 сағат. Мысалы сіз жақында кіме? Динара Саджаннан обучение алдыңыз. И ол тоже осы ортаның әңгімесі ғой, получается, ол жерде. Иә. Ол жерде мысалы мен ол обучениені ала тұра, менде жан-жақты плюстар болды да. Мен жаңа таныстық алдым, жаңа опыт алдым, қаншама инсайт алдым, стратегия құра білдім. То есть сен ешқашан өспейсің тұлға ретінде, егер бір каморкада мынаның ішінде өзің ғана отыра беретін болсаң. Жан-жаққа шығып, неше түрлі обучениялар алып, неше түрлі подкасттарды тыңдау арқылы бәрібір жұғады ол. Менің айтып жатқан сөзім, мысалы, сізге жұғады, сіздікі келесі адамға жұғады деген сияқты. То есть мынаның барлығын іске асырам десең, саған по-любому орта керек. Орта деген ол күнделікті бір барып, жаңа кальянға барып, бір отырыстарға бару деген сөз емес. Орта деген ол сен араласатын. Орта демекші, шынымен де бір маңызды нәрсе бар. Мен қазір өзім бір орта жинап жатырмын. Ол жерде адамдар челлендж форматында 10 подписчикке жетеді, және де жеке брендтерін қалыптастырады. Ол туралы толық ақпаратты білу үшін астындағы телеграмға өт, және де біздің ортамызға қосыл. Жан-жағында адамдар. И одан кейінгі нәрсе ол жүйелі. Мен өзімнің тәжірибемді айтайын, жүйесіз жасалынған нәрсе түбінде выгоранияға келеді. Өз-өзіңді уақытылы, жаңағы өз-өзіңе уақытылы рахмет айтып отыру керек, өз-өзіңді выгораниядан уақытылы алып шығу керек. И в конечном итоге жеке брендті жасау үшін сен сол нәрсені жақсы көруің керек. Бәрібір ең бірінші ниеттен басталады. Егер сен осы жұмысты жақсы көретін болсаң, ол жақсы нәтиже береді. Если жақсы көрмейтін болсаң, сен оны қанша жерде мықты мамандар шақырсаң да, ол саған бәрібір де результат бермейді. Жүйе демекші, мысалы, жаңа выгорание жайын айттыңыз ғой, негізі выгорание жайында қалай шығасыз негізі выгоранияда? Мен выгоранияға не үшін түсем? Біріншіден нәтиже күтем. Мысалы, к примеру, біз подкаст түсірдік та, ол подкаст мен ойлағандай удачно шықпай қалды. Шықпай қалды ма, менде кішігірім выгорание болады. Не болмаса, мен мысалы бір жұмысты бастадым да, сол жұмысты бастап жатып, қиындықтар көп болып кетті да, ол жерде де я могу выгореть. И бұндай кезде ең бірінші мені прям қатты бір орныма түсіретін нәрсе, мен стараюсь өзімнің артыма қарауға. Мысалы, мен 27 жастамын қазір, например, алған дүнием бар, жасаған жұмысым бар, мысалы, қаншама нәрсе жасадым, и сол выгоранияға түсіп бара жатқан кезде мен ойлаймын да, блин, сен 1 жыл бұрын вообще басқа дана болдың ғой, сен 6 ай бұрын осындай нәрсе жасадың ғой, енді 6 айдан кейін сен вообще басқа боласың деп өз-өзімді солай қамшылаймын. Вообще шынымен де, мен мысалы сіз бұрыннан бері танимын ғой, тойда форум жасадыңыздар, не деген мықты адамдар. Мен де андай риза болдым. Динара Саджанның алғашқы интервьюіне шыққан кезде айтамын, о, личный брендка классно идет, вообще классно, мен айтамын. И потому что до этого біз бір рет кездестік қой съемка бойынша. Ол кездегі данамен потом кейінгі результаттарын қарайсың, бәлі, еще форум кезінде вообще риза болдым. Мне кажется, прям шынымен де ол жерде біз кейде болғандай салыстырасын или жо етіп істеп жатқан дүниені обесценивать етіп
бересің ғой өзің. менде де болады ол. Мен өзімді мысалы условно X адаммен салыстырамын да, блин, анау уже Гелендваген алып алды, анау уже таунхаус алды деген сияқты. По-любому қанша жерден ол айтпа, бәрібір материальный көрсеткіш ол сені мотивирует по-любому. И мен мындай материальный достатоктарды көрген кезде ол мені де мотивировать етеді. Бірақ бір сәтте мен ойлап қаламын да, блин, вот анау мынаны істеді, мен мынаны істеген жоқпын деген сияқты ойлап қалған кезде мен тоқтай тұрмын. Подожди, стоп. Сен өзіңді онымен салыстырма. Оның жүріп өткен жолын сен өткен жоқсың. Сен өзің жолыңды жүріп өттің, өзіңмен салыстыр деп. Сен кешегі Дананы қара, 6 ай бұрынғы Дананы қара деген сияқты өзіме сұрақ қойып бастаймын. И все. Одан кейін типа, окей. Мен өз-өзімнен мотивация алатын адаммын. Негізі мен бүйтіп соткамды ашамын да, просто 20-шы жылғы стористарды қараймын и такая думаю, блин, вот красавчик, да, 5 жылда осындай нәрсеге жетті. Сондай нәрсе мен ойлаймын адамды алдыға жетелейді деп. Вообще күшті, керемет. Прям өте жақсы инсайт болды, который бізге де керекті ше. Біз мысалы контент саласында жүрген кезде істеп отырсыз, біреу бір нәрсе істеп отқан кезде, блин, лучше жасаймын дейсің да. Потом андай ғой, қиындатасың, максимально қиындатасың, чтобы істетпеу үшін. Потом істемейміз, ладно, қойшы. Потом, блин, еще біздің сандықта идея жетеді негізі. И еще мен ойлаймын, что любой жұмыста контент болсын, ол менің салам болсын, басқаныкі болсын, ну, как бы легко надо относиться. Жеңіл, да, келді ма? Болды, болмады ма? Болмады, дальше идем деген сияқты. Потому что біз ойлаймыз, что экранның ар жағындағы адамдарда бәрі идеально деп. Хотя, на самом деле, бәрінің өзінің таракандары бар. Вообще керемет, бір қысқа сіздерге бір мини сабақ болды, короткий түрде. Білмеймін, максимально полезный выжимка болды. Тек қана андай контент бойынша бастарын қатырып жүрген, именно орта бойынша бастарын қатырып жүрген адамдарға четкий инсайттардың жиынтығы болды. И мен осындай затты өзім көрер едім, сондықтан осы рубриканы жасап жатырмыз. Егер де қызықты болатын болса, осы рубрика Данаға тағы да басқа сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Лайк бас, бөліс, білмеймін, сақтап қой, керек болды точно саған. Думаю, осы сізге де рахмет, Дана ханым. Короткий, рахат болды. Потом мынаны бекерден бекер жазып отқан жоқпыз, мынаны скриншот жасап алыңдар. Керек болады тақта сіздерге ертең күн. И скриншот жасап, Дананы белгілеп қойсаңыздар, вообще будет классно. Думаю, осы